Шектеулі ақыл шексіз тағдырды есептей алмайды. Мен сіздерге қазір оны дәлелмен түсіндірген. Ол үшін бізге өткен шақ, осы шақ, болашақ керек. Біздің ақылымыз шекті болғандықтан, бұл шексіз тағдырды есептей алмайды, түсіндіре алмайды. Ал біздің ақылымыз негізінде өткен шаққа анализ жасау үшін арналған. Өткен шақтағы болған ситуациялардың барлығына анализ жасап, сол жерден бір қандай да бір опыт алу керек. Ал біздің ақылымыз автоматом болашаққа анализ жасап кеткен кезде, ол жерде бізде қирау болады, қорқыныш болады, және де тәуекел болмайды ол жерде. Әрбір ситуацияны, әрбір жасайын деп жатқан ісіңізді Аллахқа тапсыра алмайсыз. Сондықтан да біз ақылымызды тек қана өткен шағымызда болып жатқан опыттарымызды анализ жасауға арнайық. Егер біз ақылымызды болашаққа арнайтын болсақ, онда біз ол жерде тәуекел жасай алмаймыз. Ал тәуекел жасауымыз үшін біз ақылды тек қана өткен шаққа арнап, болашақты Аллахқа тапсыруымыз керек.